Достар, Іскер Азамат YouTube каналына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге аттестацияға өтінішті қалай беру керек екендігін көрсететін боламын. Видеоны көріп бастамас бұрын міндетті түрде Іскер Азамат YouTube каналына тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Достар, бұған дейін мен сіздерге Іскер Азамат YouTube каналында аттестацияға өтініш беру үшін Апптест Центр сайтына қалай тіркелу керек екендігін көрсеткен болатынмын. Және осы видеоде маңызды ақпараттардың бірі, әр сәрсенбі күні аттестацияға өтініш беру ашылатындығын айтқан болатынмын. Міне бүгін сәрсенбінің сәтті күні бізде аттестацияға өтініш қабылдау үшін база ашылды. Енді мен сіздерге қалай өтініш тастау керек екендігін көрсететін боламын. Әдеттегідей база сағат 10:00-де ашылды. Және өтініш беріп үлгергендер кіре алды, кіре алмағандар кіре алған жоқ. Өйткені база 10-нан 10 минут өткен кезде уже адам лық толды дағыны, база өздігінен істемей қалды. 12-лерге қарай база қайтадан қосылды, бірақ қосылғанмен ол жерде орын жоқ болып шықты. Көбінде сондай қателік орын алып жатты, жаңағыдай орын болмай. Ал енді мен сіздерге қалай кіру керек екен, қалай өтініш беру керек екендігін көрсетейін. Ол үшін Google-дың поисковигіне Тестцентр KZ деген сайтты тауып аламыз. Және осы бірінші сілтеменің үстінен басып кіретін боламыз. Біз сіздермен бұл сайтқа тіркеліп қойғанбыз, сондықтан да мынау жерге пароль, логин пароліміз өзі жазулы, сразу жазсақ кіретін болады осылай. Одан кейін қазақ тілді канал, біз міндетті тілін қазақ тілге ауыстырып аламыз және өтініш беру деген батырманы басамыз. Назар аударыңыздар, осы ұлттық тестілеу орталығында педагогтердің біліктілігін арттыру, ұлттық бірыңғай тестілеу және магистратура мен докторантураға өтініштер беруге болады. Және лауазымды тұлғалар, яғни директорлердің тапсыратын тестілеуі осы базада бір жерде орнатылғандығын білесіздер. Ал енді біздің жағдайымызда педагогтердің білімін бағалау деген тестті тапсыруымыз қажет. Яғни бұл тестті жаңа оқу бітіріп жатқан студенттер тапсырады педагог статусын алу үшін, және жұмыс істеп жүрген мұғалімдер тапсыра алады. Яғни ол біліктілік санатын арттыру үшін, яғни категория алу үшін. Ал енді осыны таңдағаннан кейін біз сіздермен осы жерде өзіміздің жататын ұйымның әрекетіне қарай таңдаймыз. Мысалы үшін сіз егер жалпы орта білім беретін мектепте ұйымда жұмыс жасайтын болсаңыз, осы жерде жалпы орта білім беру ұйымы деген таңдайсыз. Егер қосымша басқа да ұйымдарға жататын болсаңыз, міндетті түрде соны өзіңізге қажеттісін таңдайтын боласыз. Біздің жағдайымызда қосымша білім беру ұйымы. Осы жерде сіздің барлық даныларыңыз көрсетіліп тұрады. Енді ағымдағы жұмыс орны дегенді біз таңдаймыз. Бұл жерге назар аударыңыз, білім беру ұйымның қазіргі қызметкерлері, яғни біліктілік санатын арттырайын деп жатқан мұғалімдер таңдайды. Және жұмыс тәжірибесі жоқ қызметкерлер, жоғарғы немесе жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының түлектері, яғни студенттер осы галочканы таңдау қажет. Қызметі жоқ қызметкерлер техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының түлегі және педагогикалық қызметтерді қайта жалғастырғысы келетін адамдар. Яғни бұрын педагог болып жұмыс істемеген, дипломды алып бірнеше жыл жұмыс істемей, соңына қарай жұмыс істегісі келіп педагогика саласында, олар міндетті түрде осы галочканы таңдау қажет болады. Ал енді біздің жағдайымызда жұмыс тәжірибесі жоқ қызметкерлер, студенттер үшін дегенді біз таңдаймыз. Оқу орнының орналасқан аймағын таңдаймыз. Біздің жағдайымыз бойынша Шымкент қаласы. Оқу орнын таңдайтын боламыз. Біздің жағдайымызда Шымкент университеті. Өзіңіздің қалаңызды және университетіңізді таңдайсыз, студент болсаңыз. Одан кейін оқыған бағыты. Осы жерде оқыған бағытыңыз, салаңыз бойынша қай бағытта оқыдыңыз сіз. Біздің жағдайымызда бастауышты оқыту педагогикасы. Осыдан кейін біз сіздермен облысты таңдайтын боламыз.
қай облыста сіз тапсырғыңыз келеді тестті. Біздің жағдайымызда солтүстік Қазақстан облысы. Бұл жерде солтүстік Қазақстан облысында 2 адрес бойынша орналасқан USAID орталығы. Біз соның Петропавл қаласындағы таңдаймыз. Және уақытты таңдауыңыз қажет болады. Осы жерге назар аударсаңыз, міне база таңертеңнен бері істегенмен лақтырып жіберіп отырды дағыны. Осы жерде бос орындар бірде-біреу жоқ. Одан кейін назар аударыңыздар, таңғы сағат 9-да тапсыруға болады және обед уақытысында тапсыруға болады. Енді Петропавл қаласы бойынша осындай орындар қалған жоқ. Сондықтан да бізге айтты, келесі сәрсенбі күні 19 күні жаңадан орындар қосылады. Сол кезде қайтадан өтініш бере аласыз деп. Қазір мен сіздерге кез келген біреуін таңдап көрсетейін дегенмен, тапсыру тіліңіз осы жерде қазақша или орысша екендігін таңдайсыз. Және өтініш бере отырып келесі ережелерге келісемін деген жерде осы келісімді біз сіздермен қазір қарап шығайық, қандай келісім екендігін. Міне қазір мен келісім шартты ашып отырмын. Мен сіздермен осы келісім шартпен оқып толық таныстырғым келіп отыр. Өйткені біле жүріңіз, педагогтердің білімін бағалау қатыса отырып, мен жеке мәліметтерімді өңдеуге келісемін дейді. Мен тестілеуді өткен ғимаратта тыйым салынған заттардың бірін пайдалануға тырысқаным үшін жауапкершілік туралы тиісті акт жасай отырып, алып тастау туралы хабарламаны тыйым салынған заттар табылған жағдайда педагогтер 5 жыл мерзімінде білім беру ұйымдарының басшылары 3 жылға аттестациядан өтуге құқықтарынан айырылатынын хабарлайды. Яғни бұл жерде сіз телефон, гаджет, шпаргалка, кез келген есептеу құралдарын пайдалансаңыз, яғни сізді егер байқап қоятын болса, артынша камерамен, өйткені жан жағының бәрі камера болады қазіргі таңда, білесіздер, онда сізді 5 жылға дейін жаңағыдай тестілеу тапсыра алмайтындай қылады. Педагогтердің білімін бағалау өткізу кезінде қағидалар бұзылу фактілері анықталған жағдайда, сондай-ақ бейнежазбаны қарау кезінде анықталса, тапсыру мерзіміне қарамастан акт жасалатын және нәтижелердің күші жойылатынын хабарлайды. Яғни сіз тест тапсырып болғаннан кейін тесттен өтіп тұрсаңыз да, бірнеше айдан кейін камераларды тексеру барысында комиссиялар егер заң бұзушылықтар анықталған жағдайда сіздің тестілеуіңіз жойылады, яғни күшін жояды. Тестілеу ғимаратқа мынандай тыйым салынған заттарды әкелуге жол берілмейді. Мобильді байланыс құралдары, ұялы телефондар, планшеттер, iPad, iPhone, смартфон, рациялар, ноутбуктар, ойыншықтар, модельдер, модельдік смарт сағаттар, смарт көзілдіріктер. Енді түрі көп, мынау жерде барлығын жазған екен. Мен бәрін оқымай қойын, өздеріңізге түсінікті. Wi-Fi дейді, GPS дейді. Сондай-ақ тестілеу ғимаратында мынандай заттарды енгізуге жол берілмейді. Шпаргалкалар, оқу әдістемелік әдебиеттер, Менделеев кестесі және тұздардың ерітіндісі кестесі, калькулятор, А4 форматтағы қағаздар және басқа да қағаз форматтар. Аудиодан компьютерлік сыныптан тест тапсырмаларын орындау үшін тиісінше берілген А4 басқа да формадағы қағаздарды шығаруға жол берілмейді. Яғни сіз тест тапсырып отқан кезде А4 бумагаға есептер, жауаптарды, сұрақтарды көшіріп алып жазып шығуыңызға болмайды деген сөз. Ал енді құрметті әріптестер, мен сіздерді осы келісімшартпен толық танысып шықтым. Біз енді жаңағы жұмысымызды жалғастырайық. Осы жерге келісемін дегенді таңдайсыз және өтініш беру деген батырманы басатын болсаңыз, сіздің өтінішіңіз қабылданды деген жазу шығады. Және кез келген уақытта егер бос орындар болатын болса, бұл өтінішті кері қайтарып, таңдау күніңізді өзгерте аласыз. Бірақ желайтын өзгертпеген дұрыс, өйткені орын болмай қалуы мүмкін. Осымен бүгінгі видео аяқталды. Міндетті түрде Іскер Азамат YouTube каналына келіп алыңыздар. Алдағы уақытта бұдан да жақсы видеоларды сіздерге арнайы түсіндіретін боламын. Видео астына түсінбеген сұрақтарыңыз бойынша жазсаңыздар, мен міндетті түрде оқып жауап беретін боламын. Сондай-ақ менің YouTube каналымда біршама жақсы видеолар бар, кіріп қарап шықсаңыздар болады. Бұл жерде
мұғалімдерге көмек ретінде күнделікті қалай толтыру керек, қайтарымсыз грант, Каспи магазин, YouTube каналды қалай жүргізу керек сияқты біршама жақсы видеолар бар. Міндетті түрде Іскер Азамат YouTube каналына тіркеліп, лайк басып достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.